Украин арбилері жебенін шарқ ве женебінді илерілі болды. Украин байрағы ве барышық яшайыш мұтлақа ишғал етілген Қырымға қайта жақ. Бұны президент Володимир Зеленский айтты. Орашистлер женепте екі қасабадан, шарқта есе бір қасабадан ұрып шығарылғанны таздықлады. Бұндан әбел Украин арбилері Херсон вилиетінде Высокопилья қасабасыны ве шарқта Славянск шері юнелішінде олған Озерны койы азат етілгені хабер етілген еді. Devlet yolbaşçısı bu operatsiyalarda iştirak etken arbilerge minnettarlık bildirip, Ukrayna mayıcıları episi işgal etilgen teritoriyalar azat etilmesi üzerinde çalışa dedi. Ми звільнимо усю нашу землю і наших людей. Збройні сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути, і усі бачать, окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для всіх них. Ми повернемо свободу Криму усім нашим людям в Криму, повернемо свободу Кремли і обов'язково зробимо Крим одним з найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує. Рашистлер Украина шарқында илерелемеге тұрышты, ама кенеде Украина арбилерінің қаршылығына көріп қачмаға мечбур oldu. Баштапта хабер еткенлеріне көре, душман Бахмут шеріне шарқ ве женюптен якынлашмаға интылған. Бұнен берабер ишғал етілген Донец тарафындан Украина емайжелері душман танк, чешіт артиллерия тіртібатлары ве авиация қолануынен ұжым еткеніне бақмадан өз позицияларыны сақламақта. Рашистлерінің пиядеджі аскерлері етішмегені дуйыла. Оның үшін атты ишғал етілген территорияларының госпиталлерінде яралы аскерлерінің мұддеттен евел ордуға қайтаралар. Қанунсыз шекілде Рус ордусына чағырылғанлар Рус командалығы оларға инсаниетсіз же янашқанына шикает ете. У Донецьку російські загарбники знайшли нове джерело поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць виписувати хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування. Украина емайжелері жебеде қарышы ұжым башлатқанындан сон рашистлер Херсон вилиетінде террорны арттырған. Бұл сефер сакинлерге Днепр өзені üzerinden кечмеге ясақ етелер. Після інтенсивних обстрілів силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження. Херсон вилиетінде ишгалжылерінің маневияты тұшты. Женклешмектен вазгечкенлерінің сайысы епартмақта. Виоларның сырасында перспектива олмаған аңлыған арбилерінің сайысы арта. Бұны Женюп Мудафа құветлерінің матбуат кәтібі Наталья Гуменюк хабер етті. Оның малюматына көре, онлар же рус бөліклерінден олған арбилер женклешмектен вазгече. Херсон вилиетінде олып кечкен ұрушлар. Ишгалжылеріні қанунсыз референдум кечірмек ниетлеріні жоя. Це знов відкладання термінів, це знов нездатність створити комісії, це нездатність зібрати навіть сфальсифіковані списки виборців. Тобто дуже велике питання залишається, чи доцільно воно взагалі. До того ж, від організації цього псевдореферендуму їх постійно відволікає розгортання подій навколо лінії зіткнення. Рашистлер ишғал етілген Қырымда резервлерін азырлай. Украина истихбаратчылары ишғалжылер ярмадада фааллешкенні қайдеті. Те, що є, стягуються і мобілізуються, тобто згортаються в такі підрозділи, які могли б гіпотетично бути висунуті і застосовані, тому що вони усвідомлюють, що їм потрібно буде підтягувати резерви, але також вони усвідомлюють, що ті шляхи, якими ці резерви можуть потрапити на тимчасово окуповану Херсонщину, вони теж під нашим вогневим контролем. Тому ми відстежуємо цю ситуацію, але не панікуємо.
Уйдырма қабатлавлар ве халқына қорқызмайынтылуы. Бір ел евелсі Рус ишгалжелері Меджлис рейсінің бірінші мавина Нариман Жилял, аға қардаш Асан ве Азиз Ахтемовларны тұтты. Танат маздан юзлері қапалы веселялы рус құветшілері оларының евлеріне сұрып кіріп, сайыплеріні қырсызлап белі олмаған тарафқа алып кетті. Бұл қырсызланудан соң рашистлер семедешлерімізні қыдырып Ахмеджетті ФСБ бинасы янында топлашқанда онларжы Қырым татарына тұтты. Қырсызланғанларынан тағдирі аққанда білмеге істеген инсанлар пара жезаларына алып атты апсханеге ташланды. Такими методами решили запугать всех, кто пытается узнать о похищенных людях, и свезли их всех, часть из них, 20 человек свезли в этот отдел полиции на Павленко. Нам известно, что из 20 человек есть люди преклонного возраста. Аға қардаш Ахтемовлар уйдырма қабатлавны бойына алмасы үшін ишгалжелер оларны тоқнен қиынап азапларға чектірді. Оларны Ахмеджет районынан Аңғара көйіндегі ишгалжелерінің арби бөлігіні газнен темен еткен газ борусы патлатылмасында ве патлайжы мадделер сақлап ташылмасында қабатладылар. Нариман Жилялны есе бұл жинайетіні тешкіл еткенінде қабатлайлар. Керчектен есе ишгалжелер бұл сақты дабаны уйдырып, Меджлис рейсінің бірінші муавина Нариман Жилялдан кечкен сене Киевде кечірілген Қырым платформасының саммитінде іштирак еткенінден інтиқам ала. Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, це захистом свого народу і своєї країни – України. Російська присутність у нашому Криму перетворила його на одне з найбільш небезпечних, невільних місць у Європі. І пан Жилял хотів зробити все, щоб змінити це, щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну. Ақрабасы ве яқынларындан бір елдан берлі изоляцияда тұтылғанына бақмадан сияси мабуслер өзлеріні мұнасипалы бара. Ишгалжелер әрбіріне 15 ел апыс мұддеті ве 600 bin рубле пара жезасы белгіленмесіні талап етті. Кеченлері мабуслер сөзде махкемеде соңки сөзлерін айтты. Нариман Жилял өз чықышында ишгалжелерге адалетлік тікленежегіні, Қырым татарлар ве ишгалнен разы олмағанлар тақып етілмесінде месулетлі олғанлар мұтлаққа жезаланacak дептен бейледі. Вы знаете, с 2014 года я, Асан и Азиз свободно жили на своей родине и смело могли выражать свои мысли и свое мнение. И вот у меня возник внутренний вопрос. Все те, кто сфальсифицировал данное уголовное дело и соучаствуют в этой фальсификации, найдут ли в себе смелость дождаться здесь, в Крыму, тех, кто скоро сюда вернется, и ответить перед законом? Bundan son davаны баққан уч махкемеже аманаман бір айға қарар шығарылмасы үшін мислиат одасына кетті. Укум сентябрьнан 21-де илян етілмелі. Лиз Трасс, Бүйік Британияның яңы баш назиры. Тышышлері назиры 80 bin рей қазанды. Оның рақыбы сабық малия назиры Риши Сунак 20 binге аз жария алды. Сайлауларынан соңки басамақ нәтижелеріні консерватив фырқа комитетінің башы Грэм Брэди илян етті. Ярын сабық баш назир Борис Джонсон ве Лиз Трасс. Шотландияда Бүйік Британия қараличесі 2-ші Елизавета еле көрішіжеклер. О баш назирны ресми шекілде тайынлейджек. Бұндан сон яңы баш назир Даунинг-стритте өз илік чықышыны япмалы. Уледен сон үкіметнің яңы башы өз командасына тайынлейджек. Сентябрьнан 7-сінде баш назир Назирлер шурасының илік топлашуына кечірмелі. Well, thank you, Sir Graham. It's an honor to be elected. Для мене честь бути обраною лідеркою консервативної партії. Дякую за довіру, яку ви мені висловили, аби очолити та служити нашій великій країні. Я вдамся до сміливих дій, аби провести всіх нас через важкі часи, відновити економіку та розкрити потенціал Сполученого Королівства. Сайлавалды компаниясы кечірілгені вақыт. Трасс баш назир олған сон халқара иждешлерден бірінші оларақ Украина президенті Володимир Зеленскийге телефон етежегіні қайд еткен еді. Бұнен берабер Украинаға арбиве гуманитар ярдымы берілмесі бойынша иждешлерінен ижбірлік япажағыны хабер етті.
Баш назир олмастан Трас назирлер шурасында тахменен 10 ел девамында Адлие назиры, табиат назиры, мемлекетнің баш қазначысы ве тыш ішлері назиры вазифесінде чалышты. Он НАТО ве Украинаның садық таравдары ола. Трас серт шекілде Русия ве Путин аққында сеслене. Тамам о Русияге қаршы санкциялар қоллануыны башлатты. Трас Борис Джонсон еріне сечілді. Джонсонда ғарып мемлекет лидерлері арасында Украинаға ең чоқ қол тұтқанлардан еді. Русия Украинаға қаршы бұйық жеңг башлатқанындан берлі Украинаны уч кере зиярет етті. Украинаға миллиард фунтлық арби ярдым берілмесіні дестекледі. Ось ачықлығы ве жестірлігінен украинлерінің севгісіні қазанды. Украинлер оны Джонсонюк деп адыландыралары.